Ауыр металдар бұл орташа тығыздығы 7,8 грамм сантиметр кубтен жоғары болатын металдар тобы. Периодтық кестеде олар ауыспалы металдар бөлімінде орналасқан. Оларға шартты түрде атомдық массасы 50-ден жоғары металдық қасиеттері бар элементтер жатады. Олардың негізгі өкілдері хром, марганец, мыс, мырыш, вольфрам, сынап, қорғасын және тағы басқа металдар. Ауыр металдардың қоршаған ортаға түсуі. Ауыр металдардың табиғи ортаға түсуі екіге бөлінеді. Бұл табиғи жолмен және техногенді. Табиғи бұл тау жыныстары мен минералдардың үгілуі, эрозиялық процестер, жанартау атқылауы нәтижесінде. Ал техногенді жолы бұл пайдалы қазбаларды өндіру, өңдеу, жанармай жағу, көлік, ауыл шаруашылығының әсері нәтижесінде. Ауыр металдардың қоршаған ортаға түсу статистикасы. Ғалымдардың мәліметтері бойынша түсті металл балқыту зауыттарынан жыл сайын қоршаған ортаға 154.650 тонна мыс, 121.500 тонна мырыш, 89.000 тонна қорғасын, 12.000 тонна никель, 765 тонна кобальт, 1.500 тонна молибден, 30.500 тонна сынап, көмір және мұнай өнімдерін жағудан 1.600 тонна сынап, 3.600 тонна қорғасын, 2.100 тонна мыс, 700 тонна мырыш, 3.700 тонна никель және автокөлік газдарынан 260.000 тонна қорғасын бөлінеді. Қазақстанда қоршаған ортаны қорғау министрлігінің мәліметі бойынша ауаның ластануының 70%-дан көбі автокөліктердің, 11%-дайы жылу электр орталықтарының үлесіне тиеді. Осы аталмыш металдардың концентрациясы ортаның нысандарында көбейген сайын өсімдіктердің өсуі баяулайды, өнімі төмендейді. Кейбір элементтердің адам ағзасына түскендегі кері әсерлері. Хром металы, көмір және мұнай, цемент, былғары өнеркәсібі ксерокс әсерінен адам организміне әсер еткен кезде ентікпе, жөтел және сырылдар, тері күйіктері, жүрек айнуы, құсу, диарея сияқты салдары болады. Адам үшін канцерогенді, бронхит, пневмония, бронх демікпесі ауруларын тудырады. Мышьяк, жанартаудың атқылауы, ластанған ауыз су құрамында гербицид қолданғанда адам денсаулығына әсер ету нәтижесінде жүрек айнуы, диарея, іштің ауруы, бас ауруы, созылмалы әсерлері тері тітіркенуі, дерматит, тері зақымдануы, гиперпигментация және некроз, гангрена, қуық және бауыр, өкпенің қатерлі ісігіне шалдықтырады. Қорғасын металының әсері этилденген бензин, азық-түлік және топырақ өнімдерінде, ойыншықтар, батарея құрамында болады. Денсаулыққа әсер ету нәтижесінде бас ауруы, бас айналуы, асқазан, ішек аурулары әсер етеді. Созылмалы әсерлері балаларда анемия, мінез құлықтарының және оқу мүмкіндігінің шектеулігіне алып келеді, гиперактивтілікке алып келеді, қатерлі ісік тудыратын агент. Сынап, ластанған судан ауланған тұщы су балығы құрамында, люминесценттік жарықтар және термометрлер құрамында болады. Олар адам организміне әсер еткен кезде жүру қабілетсіздігі, құрысулар, жоғары дозада тіпті өлімге алып келеді. Эмоционалдық өзгерістер байқалады, балалардың жүру мен сөйлеулерінде кешігіп даму байқалады. Никель металы бұл зергерлік бұйымдар, тот баспайтын болаттан жасалған ас ыдыстары, батареялар құрамында болады. Организмге әсер ету нәтижесі бас ауруы, бас айналу, жүрек айнуы, құсу, ұйқысыздыққа алып келеді. Созылмалы әсерлері өкпе аурулары, онкологиялық ауруларын тудырады. Өнеркәсіп орнынан шығатын ауыр металл қалдықтары қоршаған ортаға зиянды әсерін тигізбей қоймайды. Ауыр металдардың зиянын төмендетуге арналған іс-шаралар. Жанармайға мүмкіндігінше қорғасын қосылыстарын қосуды азайту. Жанармайдың балама түрлерін қолдану.
биожанармай этил, метил спирттерін қолдану арқылы. Негізгі автокөлік көп жүретін күре жолдарды елді мекендердің ішінен өткізбеу. Автокөліктердің түтін шығаратын жерлеріне қорғасынды ұстап қалатын сүзгі қондырғысын орналастыру. Жанармай бекеттерін елді мекендердің ішіне салуға тыйым салу. Қорғасын зауытының қалдығынан өлкемізді тазарту. Жол жағалауларына ағаш отырғызу. Электр үнемдеуші лампаларды қолдану туралы үгіт-насихат жұмыстарын көбірек жүргізу қажет. Құрамында сынап бар металдар мен аспаптарды қолдану аясын төмендету. Сынап пен қорғасынды алмастыратын түрлерін жасап шығару. Балалар, қоршаған ортаны қорғап, оны аялай білейік. Қоршаған ортаны қорғаудың бірінші жолы жасыл желектерді отырғызып, оны аялап өсіру екендігін сендер жақсы білесіңдер. Енді бекіту тапсырмалары. Өткен ғасырдың 50-ші жылдары Жапонияда Минамата кентінің маңында сірке қышқылын өндіру зауыты салынған. Оның қалдықтары 30 жыл бойы мұхитқа